Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан халықтарының мейрамдары. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары. Зерттеулер негізінде Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерін шығармашылық түрде ұсыну. Сабақ мақсаттары: Қазақстан халықтарының бірлік күні мерекесінің маңызын түсінеді. Мерекелердің түрлерін ажыратады. Ұлттық мерекелердің маңызын шығармашылықпен таныстырады. Бағалау критерийлер: мерекелердің түрлерін ажыратады. Ұлттық, мемлекеттік және кәсіби. Қазақстандағы мерекелердің түрлеріне мысалдар келтіреді. Балалар, мейрамдар не үшін керек? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, көңіл көтеру үшін, өзіңді бақытты сезінуің үшін, күнделікті шаруадан көңіл сергіту үшін, жақындарына сыйлық жасап, немесе тәтті тағамдар дайындап, оларға қуаныш сыйлау үшін. Ендеше балалар, бейнематериалға назар аударайық. Мамырда келіп жетті мамырлаған, жастарым қызғалдақтай жалындаған, халқымнан айналайын қасиетті, ынтымақ бірлігінен жаңылмаған. Көрдік қой қаңтарлатып, ақпандатып, бүгінде даламызды жапқан жақұт. Бір мақсат, бір мүддемен бір болашақ, барлық ұлт бір шаңырақтан тапқан бақыт. Қарашы, даламыздың келбетіне, келеміз бір бесікте тербетіле. Не жетер бар халықтың достығына, қазақтың даңқын жайған жер бетіне. Бірлікпен шамы жанар мерекенің, тербеткен ынтымақпен ел өткенін, жасасын бірлігі мен ынтымағым, бастауы ортаймайтын берекенің. Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашақ жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде.
Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз. Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері достықта және өзара келісімде тату өмір сүріп жатыр. Олардың қатарында 100-ден аса ұлт өкілдері бар. Мысалы, орыстар, өзбектер, украиндар, ұйғырлар, татарлар және басқа да ұлт өкілдері көптеп саналады. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл шуақты көктем күніндегі мерекеде көңілді би биленіп, спорттық ойындар ойналады. Ұлттық мәдени орталықтар Қазақстан халқын әр ұлттық дәстүрмен таныстырады. Бірлік болмай, тірлік болмас деген қағиданы ұстанған еліміз үшін бұл мейрамның орны ерекше. Біздің елімізде басқа да көптеген мерекелер аталып өтеді. Олар ұлттық, мемлекеттік, кәсіби болып бөлінеді. Ұлттық мейрам болып 16 желтоқсан тәуелсіздік күні белгіленген. Ал кәсіби мерекелерге дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар күні жатады. Қазақстанда бұл мерекелердің де тойланатын күндері бар. Еліміз дәрігерлер күнін маусым айының 3 жексенбісі, мұғалімдер күнін қазанның 1 жексенбісі, құрылысшылар күнін тамыздың 2 жексенбісінде атап өтуді әдетке айналдырған. Мемлекеттік мерекелерге 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін, 30 тамыз Конституция күнін, 1 желтоқсан тұңғыш президент күнін атап өтеміз. Қазақстан халықтарының мәдениетінде діннің алатын орны ерекше. Біздің елімізде тарихи, мәдени дәстүрі бар негізгі дініміз ол ислам діні болып табылады. Осыған орай, еліміздегі діни мерекелердің бірі ретінде Құрбан айт, ораза айт аталып өтеді. Досыңа SMS хабарламамен сабақтың қалай өткенін және сабақта қалай жұмыс істегенің жайлы хабарлама жазып жібер. Балалар, енді сендерге тапсырма. Мына берілген сұрақтарға жауап дайындаңыздар. Осымен бүгінгі Қазақстан халықтарының мейрамдары туралы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.